Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге нағыз шоколадты маффиндердің рецептісін ұсынамын. Видеоны соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Ең бастысы барлық ингредиенттер бөлме температурасында болуы қажет. Бөлме температурасында еріген сары майға қантты қосып, сәл ағарғанша 1-2 минуттай миксерлеп аламыз. Содан соң 2 жұмыртқа қосып араластырамыз. Жақсы араласқаннан кейін бөлек ыдыста құрғақ ингредиенттерді біріктіреміз. Ұнға какао қосамыз. Содан соң қамыр қопсытқышты қосып, жақсылап араластырамыз. Енді массамызды миксердің көмегімен біріктіріп аламыз. Жақсылап араласқаннан кейін ең соңында бөлме температурасындағы сүтті қосып миксерлейміз. Қамыр дайын болды. Осындай сәл қоюлау болуы қажет. Енді өзіңізге ұнайтын кез келген шоколадты қоссаңыз болады. 1 плитка шоколадты осылай майдалап турап араластырамыз. Осы қамырдан менде 16 дана маффиндер шықты. Егер көбірек етіп салатын болсаңыз, онда сізде 12 дана шығады. 180 градус қызып тұрған пеште шамамен 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Маффиндер дайын болды, енді суығанын күтейік. Достар, рецепт бойынша міндетті түрде жасап көріңіздер. Нағыз шоколадты дәмі бар, керемет болып шығады, өте жұмсақ, балаларыңызға міндетті түрде ұнайтынына сенімдімін. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыздар, лайк басып, пікір қалдырып, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Подписаться кнопкасын басқаннан кейін жанындағы қоңыраушаның белгісін басып, все деп таңдап қойсаңыздар, жаңа видео шыққан уақытта сіздерге хабарлама келетін болады. Бірінші болып видеоны көретін боласыздар. Сіздермен бірге болған Мөлдір, сау болыңыздар.